Дүкен сөресіндегі әдемі оралған, иісі мұрын жаратын қымбат иіс сабындар. Іс жүзінде химиялық бомба екендігін көпшілік адамдар білмейді. Біз сырты жылтыр пакеттерге алданып, хош иістің артына жасырынған қауіпті өз еркімізбен үйімізге әкеліп, жылдар бойы қолданамыз. Ал иіс сабынның көлеңкесінде ешкім елемейтін қомыр кесек кір сабын жатыр. Көпшілік адамдар оны ескінің сарқыты деп менсінбегенімен, дәл осы қарапайым кір сабынның қасиеті мен күші заманауи қымбат гельдер мен антисептиктерді алмастыра алады. Бағасы қымбат тұратын химиялық гельдер жоя алмаған қауіпті бактериялар мен саңырау құлақтарда осы арзан кір сабын санаулы секундта жоя алады. Бастысы, кір сабынның құрамында зиянды химиялық синтетика жоқ. Бүгін мен Мирас Ерланұлы сіздерге қарапайым кір сабынның сіздер білмейтін қасиетін ашып берем. Дайын болсаңыздар, бастайық. Кір сабын нарықтағы ең таза әрі табиғи өнімдердің бірі. Оның құрамы қысқа әрі түсінікті. Құрамындағы бірінші табиғи майлар негізінен қой, сиыр, шошқа немесе балық майынан алынады. Өңдеу барысында олар артық қоспалар мен жағымсыз иістерден толық тазартылады. Екінші, натрий сабынның негізгі қаңқасы, кірді кетіретін беттік белсенді зат рөлін атқарады. Үшінші, май қышқылдары, микробтарды жойып тазарту әсерін беретін басты компонент. Төртінші, каолин, теріге келетін агрессивті қышқылдарды бейтараптандыру үшін қосылады. Бесінші, сода және су, құрамды біріктіріп сілтілік ортаны қалыптастырады. Дүкенді кір сабынның бетінде 65, 70 және 72% деген сандар ондағы май қышқылдарының үлесін көрсетеді. Пайыз неғұрлым жоғары болса, сабын соғұрлым концентрланған және тиімді болып саналады. Иіс сабынынан басты айырмашылығы, мұнда жасанды бояғыштар, өткір парфюмерлік қоспалар мен консерванттар жоқ. Сондықтан бұл өнім аллергияға бейім және терісі сезімтал жандар үшін ең қауіпсіз таңдау. Көпшілік адамдар кір сабынды тек кір кетіру құрал деп санайды. Алайда кір сабын бактериялар мен вирустарды механикалық және химиялық әдіспен жоя алады. Кір сабын молекулалары ерекше құрылымға ие. Оның бірі суды жақсы көрсе, екіншісі майды жақсы көреді. Су майлы кірді жуып кетіре алмайды, себебі май суды итереді. Ал кір сабын молекулалары бактериялар мен вирустардың қауықшасындағы майға жабысып, оларды қоршауға алып, сумен бірге беткі қабаттан жұлып әкетеді. Осылайша микробтар теріде қалып қоймай, сумен бірге ағып кетеді. Кір сабынның басты күші оның жоғары сілтілігінде. Мұндай күшті сілтілік орта бактерия жасушасының қауықшасын ертіп, оны іштен бұзады. Бұл микробтар үшін нағыз агрессивті орта болып саналады. Кір сабын антифунгальды әсерге ие. Саңырау құлақ жасушалары дәл осы сілтіге өте сезімтал келеді. Сондықтан кір сабын терідегі саңырау құлақ спораларының көбеюін тежеуге таптамас көмекші. Кір сабынның антибактериялық әсері физикалық және химиялық сипатқа ие. Кір сабын ауруды іштен емдемейді, бірақ тері бетіндегі микробтарды жоюда және инфекцияның алдын алуда өте тиімді болады. Бұл табиғат пен химияның бірігіп жасаған қарапайым, бірақ қуатты қорғаныс құралы. Көптеген адамдар бұл кір сабынды тек кір жууға арналған деп ойлайды. Алайда медициналық және тұрмыстық тұрғыдан оның нақты негізделген пайдасы бар. Бірінші пайдасы – проблемалық теріге әсері. Безеу, акне және фолликулдың іріңдеуі көбіне бактериялық инфекцияның әсерінен болады. Кір сабынның күшті антибактериялық қасиеті бар. Бұл жерде нақты жұмыс істейді. Қолдану әдісі. 72%-ық кір сабынды пайдаланыңыз. Алдымен қолды жуып, сабынды жылы сумен алақанда көбіртіңіз. Пайда болған көбікті проблемалы аймақтарға 1-2 минутқа жағып, артынан жылы сумен шайыңыз. Кір сабын терінің табиғи майлы қабатын жоятындықтан, процедурадан кейін ылғалдандырғыш крем жағыңыз. Екінші пайдасы – саңырау құлақ, яғни грибок инфекциясының алдын алу. Саңырау құлақтар ылғалды және жылы ортаны ұнатады. Аяқ саусақтарының арасы олар үшін ең қолайлы жер. Кір сабын жасаған сілтілі орта саңырау құлақтың өсуін тежейді. Бұл әдіс бассейнге, спорт залдарына баратын адамдар үшін алдын алу шарасы ретінде өте тиімді. Үшінші пайдасы – жануарлардың тырнауы немесе тістеуі кезіндегі әсері. Егер сізді мысық тырнаса немесе жеңіл жарақат алсаңыз, сабын алғашқы көмек ретінде таптырмас құрал болып саналады. Жарақат алған жерді кемінде 5-10 минут ағын су астында ұстап, содан кейін кір сабынымен мұқият жуыңыз. Соңынан антисептикпен өңдеңіз. Төртінші пайдасы – мұрынды жуу. Тұмау кезінде мұрынды тұзды сумен немесе физиологиялық ерітіндімен жуу дәлелденген әдіс. Кір сабынының жеңіл ерітіндісі де антисептикалық әсер бере алады.
Жылы суда сабынды езіп, өте әлсіз, тек аздап қана көпіршіген ерітінді дайындаңыз. Сонымен мұрын қуысын жайлап шайыңыз. Ескерту. Тым қою ерітінді мұрынның шырышты қабығын күйдіріп жіберуі мүмкін. Сол үшін тек әлсіз ерітінді. 5. Аяққа арналған ванналар. Бұл кір сабынының ең танымал әрі нәтижелі қолданысы. Жылы суға аздап сабын езіп, аяқты 20 минут салып отырмыз. Бұл өкшемен табанның қатты терісін жұмсартады. Кейін пемзамен тазалап, крем жағыңыз. 6. Тұрмыстық және шаруашылық мақсаттарда қолдану. Ас үй беттерін, кафель мен сантехниканы жууда өте тиімді. Химиялық заттарға қарағанда қауіпсіз, иісі жоқ және арзан. Ақ киімдегі дақтарды кетіру үшін дақ болған жерді сабындап, 15 минутқа қалдырып, содан кейін жусаңыз, нәтижесі жақсы болады. Сабын ерітіндісі өсімдіктердегі зиянкестерге қарсы күресуге көмектеседі. Итті, мысықты, кір сабынымен жуу бүргелер мен кенелерден арылуға көмектеседі. Гүл салынған вазаға өте аз мөлшерде сабын ерітіндісін қоссаңыз, суда бактериялардың көбеюі тежеліп, гүлдер ұзағырақ балғын болып тұрады. Бақшадағы қорғаныс үшін 1 литр суға 1 шай қасық үгітілген сабынды ертіп, өсімдікке шашыңыз. Бұл зиянкес биттер мен кенелерге қарсы табиғи әрі қауіпсіз әдіс. Маңызды ескерту. Аквариум тазалауға кір сабын қолданбаңыз. Бұл балықтар үшін өте улы. Күйік шалған терге кір сабын жағуға мүлдем болмайды. Кір сабын құрамындағы сілті зақымдалған теріні одан сайын тітіркендіріп, инфекция түсу қаупін арттырады. Жеңіл күйік кезінде жарақатты 10 минут бойы салқын ағын судың астында ұстап, содан кейін орап дәрігерге көріну керек. Интимді аймақтардың гигиенасы үшін кір сабынын қолдану зиян. Ол ағзаның табиғи балансты бұзып, пайдалы микрофлораны жояды. Кандидоз немесе басқа да инфекциялық мәселелер туындаса, сабынмен өз бетінше емделуді тоқтатып, гинекологқа жүгіну қажет. Кір сабынының сілтілі ортасы кейбір адамдар үшін тым агрессивті болуы мүмкін. Егер теріңіз құрғақ болса, кір сабын терінің қорғаныш қабатын кетіреді. Бұл терінің жарылуына, қатты құрғап, тітіркенуіне әкеп соғады. Сезімтал тері болса, кір сабын табиғи болғанымен, оның құрамындағы жануар майлары немесе сілті кей адамдарда аллергия тудыруы мүмкін. Сондықтан алдымен терінің кішкентай аймағына тексеріп көрген жөн. Кір сабынды ашық жараның ішіне тікелей жағуға болмайды. Бұл қатты ауырсыну мен химиялық тітіркенуді тудырады. Тек жараның айналасын ғана жайлап жууға болады. Кір сабынның өзінің пайдалы қасиеттерін жоғалтпау үшін оны құрғақ жерде сақтау маңызды. Иіс сабын күнделікті гигиена үшін таптырмас құрал. Кір сабын уақыт сынағынан өткен қарапайым әрі нәтижелі құрал. Оның жылтыр орамасымен жұпар иісі болмаса да, нақты антибактериялық және саңырау құлаққа қарсы қасиеті бар. Егер бұл ақпарат пайдалы болса, лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Комментарийға кір сабынды қандай мақсатта қолданатыныңызды жазып жетіңіз. Өзімізді күтіміз. Денсаулығыңыз мықты болсын.